Лос-Анджелестен сәлем. Bir жыл бұрын мен YouTube-тан өзімнің блогымды бастап жүргізген едім, видеоларды жасап. Ол кезде мен ағылшынша бастағам. Қане міне бір жыл өтті. Лос-Анджелес қаласына келдім. Бұйырса алда уақытта 2 жыл осы жақта магистратура оқуын бастағай жатырмын. Сол үшін өзім көп ойланып, бір жағынан көп басқа достарым да маған айтады, блогыңды жалғастыр, қазақ тілмен бізге қызық болсын дейді. Себебі олар да көргісі келеді, Америкада оқу қалай болады, Лос-Анджелес қаласындағы өмір қалай болады деп. Сол үшін ойланып, бір жағынан мен өзімнің келген осы жақта монтаж жасайтын құралымды тастап кеткен. Үйдегі үлкен дәу аймақ бар, ол үйде қалды. Оны көтеріп жүру ыңғайсыз болды. Келе салысымен Apple-дің сайтында осы жақтың студенттерге арналған скидкамен iMac Pro M1 дейді. Соны мен заказал алдым. Бұйырса енді сонымен алда уақытта жақсы видеоларды жасап, бұйырса осы жақта өзімнің түсірген фильмдерімді монтажлап, жақсы жұмыстарды көрсетуге тырысамын. Мен келгеніме бір аптадан асты, 2 аптадай болды. Не деуші еді, келе салысымен уақыт. Біз Қазақстанмен 13 сағат айырмашылық бар. Сол үшін мен келе салысымен күнде ұйықтай бергім келеді. Әсіресе күндіз ұйықтап аламын, түнде ұйықтай алмай жүремін. Солай уақытымды ауыстыруға бір 4-5 күндей кетті. Сосын жатақханама орналастым. Біздің жатақхана университетке өте жақын, жаяу бір 20-25 минуттықпен жететін жер. Бурбанк деген район, өте әдемі, тамаша район. Осы районда көбісі сол біздің NYFA, Нью-Йорк фильм академиясында оқитын студенттер тұрады. Лос-Анджелеста тұру үшін қымбат. Айына $1090 төлеймін. Осы үйде 4 адам тұрады. Кухня студия. 2 жататын бөлме бар. Әр жататын бөлмеде өзінің туалет, душ бөлек болады. Әр жататын бөлмеде 2 адамнан. Қазірше менің қасымда бір мексикандық бала жатыр. Қасында бөлмеде 2 америкалық балалар жатыр. Бұйырса осы келесі айда мексикандық бала ол оқуын бітіріп кетеді. Қасыма жаңадан бір адам келіп жатады. Мен қазірше білмеймін, ол кім, қандай адам. Сол кезде бұйырса көреміз. Жақсы адам болсын енді. Жаман адам болмайды ау. Жақсы адамның қасында жақсы адамдар жүреді деп қойсам. Basically, your group is like your team, and you're trying to do Pictionary as fast as you can. You will get a minute for each word, and one of the OLs will... Соңғы бір аптада бізде Orientation Week деді. Осы бүкіл университеттің тәртіп түзіммен, пандемия кезіндегі қалай офлайн сабақ оқимыз, және де әлемнің әр елден келген жаңа студенттермен таныстық, онлайн таныстық, және біз тағы бір жарты күн мүмкіндік болды кампуске барып, университеттің ішін көрдік, әр қабатта қандай сабақтар өтетін, қандай факультеттер орналасқан, және біздің болашақта сабақ беретін мұғалімдермен таныстық онлайн. Енді бұйырса осы келесі аптаның дүйсенбі күні, яғни 30-ы біздің сабақ бастайды, бірінші сабақ. Қане, дүйсенбі күні сағат 10-нан бастап сабақ, бірінші сабақ, 10-нан 11-ге дейін, 11-ден 12-ге дейін екінші сабақ, 12-ден 10 өткенде үшінші сабақ editing.
12'den 2:50'ge дейін. Сосын 3:50'den 6:30'ga дейін семинардарыз. Сабақ көп екен, ә? Will be a tough day. Каналыма жазылыңыздар, және менің видеоларымды достарыңызға бөлісіңіздер, лайк басыңыздар. Көріскенше